Армысыздар, құрметті Қазақмет көрермендері. Пайдалы кеңес өзінің жалғасын табуда. Бүгінгі тақырыбымыз адыраспанның емдік қасиеттері. Егер де пайдалы кеңес өзінің жалғасын тапсын десеңіздер, біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен Қасен Айдана. Адыраспан ежелгі ата-бабаларымыздан келе жатқан емді қасиетті шөптердің бірі болып табылады. Оны тіпті аяқ астынан таптатпаған. Үйге бақ береке әкеледі деп керегеге іліп қойған. Әлі күнге дейін адыраспанды үйдегі жаман энергиядан құтылу үшін, микробтардан арылу үшін арнайы ыдысқа өртеп, үйді түтінмен аластайды. Адыраспанның емдік қасиеттері. Адыраспанның ерекше қасиеті өкпе ауруына ем, өкпе туберкулезі, демікпе, ентікпе, тағы да басқа әртүрлі өкпе ауруларына шалдыққанда адыраспанды пайдаланған. Көп жағдайда суық тиіп ауру басталғанда адамның денесі мұздап, қалтырап берекесі кетеді. Сол кезде адыраспанның қайнатпасын ішсе, ауруды жеңілдетеді. Тер шығару мен несе байдау адыраспанның ерекше қасиетінің бірі. Безгек ұстағанда да көп адамға ем болған. Адыраспанның сабағы мен жапырағын қайнатып, мөлшермен ішсе, талма, сал, ұмытшақтық, суықтан болған ми қабынуы мен тарамыс ауруларына жақсы ем. 500 грамм шөбін 0,5 литр қызыл араққа қайнатып, күніне 30 граммнан бір ай ішсе, талма бастың созылмалы ауруынан айықтырады. Күніне 4-6 граммнан 15 күн ішсе, ревматизм ауруын басады. Оған жаншылған зығыр тұқымын қосып жалғастырып ішсе, демікпені жазады. Тісті адыраспан шөбімен ұстаса, қақсап ауырғаны басылады. Бір ескере кететін жайт, адыраспан улы болғандықтан пайдалану мөлшерін сақтап, абайлап қолданған жөн. Сонымен қатар, біздің Қазақмет орталығында өкпе туберкулезі, ентікпе, демікпе ауруларына арналған адыраспаннан жасалған табиғи шөп дәрілеріміз бар. Осымен пайдалы кеңесіміз аяқталды. Егер де сіздердің игіліктеріңізге жараса, біз өте қуаныштымыз. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.